Құрметті жерлестер, құрметті отандастар, бүгін халықаралық отбасы күні. Әр отбасынан шын жүректен тілейтінім тек қана жақсылық, амандық, құт береке. Біздің қазақ әрқашанда тілек айтқанда осындай бір керемет сөздерді айтқан. Кереген кең болсын, босаған берік болсын, шаңырағын биік болсын. Осы сөздердің ішінде терең мағына. Әр адамға бұл өмірде ең қымбат ол отбасы. Қайда жүрсен де отбасына оралғың келеді. Бұл жерде сені сағынады, бұл жерде сені күтеді. Отбасы деген ол алтын қазына, отбасы деген ол алтын бесік. Құрметті жерлестер, бүгінгі күн әр шаңыраққа бақыт, шаттық әкелсін. Құтты болсын.